Керқұла атты Кендебай. Ертеде ешкі құйрығы келсе де, қара таудың бойында, қара судың ойында Қазанқап деген бір кедей болыпты. Қазанқап құс атып, балық аулап күн көреді. Әйелі ау тоқып, шамау жамайды екен. Күндерде бір күні Қазанқаптың әйелі жүкті болыпты. Ай күні жақындап, күн өткен сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті. 9 ай, 9 күн толғанда толғатып босаныпты. Торсық шеке ұл туыпты. Ата-анасы қуанып, төбелері көкке жетіпті. Баласына Кендебай деген ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіп, 6 күнде күліпті. 67 күнде жүріпті. 6 жылда алып жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты. Алысқанын алып ұра беріпті. Күрескенін жыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз тартып шығара беріпті. Аң аулап әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан атыпты. Құралайдың көзінен тигізген мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қара судың бойындағы қара үйлі кедейлер қарық болыпты да қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың бойында терең құздың ойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап-бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп аузын қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжармен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның сүтімен асырапты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі Керқұла болыпты. Кендебай Керқұланы үйретіп мініп, түн қатып аң аулапты. Керқұла қуса жетіп, қашса құтылатын, аузымен құс түстеген ерен жүйрік болыпты. Кендебай Керқұланы құстай ұшырып, 6 қырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып жұмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайтын болыпты. Кендебай осылай аң аулап ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды жан екен. Жылағанды жұбатыпты, қысылғанға жәрдем беріпті. Өзімдікі дегенді білмепті, жатсынуды сүймепті. Табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керқұла атты Кендебай батыр атанып, әлемге аян болыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап алысқа ұзап кетіпті. Жолай қозы бағып жүрген бір балаға кездесіпті. Бала еңіреп жылап жүр екен. Кендебай жетіп келіп, көзің жасты, көкірегің қайғылы неткен жансың деп сұрапты. Баланың басы таз, киімі өрім-өрім екен. Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың? Асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысын деп бақырып қоя беріпті бала. Не болды, жөндеп айтшы депті Кендебай. Бала көзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алып былай депті. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір алдыға шықтым. Биыл 4-ші жыл елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен тігерге тұяқ қалдырмай айдап әкетті. Әкем алып ұйғылы батыр еді. Ұзақ жортуылдан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Ұйықтап жатқан әкемді жау әскері байлап әкетті. Оны арашаламақшы болып жетіп барған шешемді де алдына өңгеріп жөнеп берді. Мен жетім қалдым. Ішерге азығым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқара байдың қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым, ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы. Мен әке-шешеме жылаймын, бай жылқысына жылайды.
олай болса жылама, мен әке-шешеңді іздеп тауып берейін, дейді Кендебай. Бала қуанып кетеді. Ағай, онда біз қойшылардың қасына 2-3 күн жатып тынығыңыз, содан кейін жүрерсіз деп өтініпті. Кендебай мақұл деп қойшылардың қасына барып түседі. Атып алған құландарын асып тамақ пісіреді. Кешке асқа қойшылар келеді де, манағы бала қойшы келмейді. Әрі күтеді, бері күтеді. Кендебайдың көзі ұйқыға бара бергенде аһылап-үкілеп қойшы келеді. Неге кешіктің деп сұрайды Кендебай. Жай, ішім ауырып қалды дейді бала. Бала таңертең ойнап күліп қозысын өріске айдап әкетеді. Кешке басқа қойшылар келгенде манағы қойшы тағы да келмейді. Кендебай іздеп барып талып жатқан баланы тауып алады. Бала есін жиғаннан кейін Кендебай баладан мән-жайын сұрайды. Бала жөнін айтпайды. Содан кейін Кендебай балаға ашуланады. Сонда қойшы бала былай дейді. Кешеден бері күн батқан кезде 6 аққу төбемнен айналып ұшады да, Кендебай сал мұнда ма, Керқұла аты қолда ма, бауда нұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма деп сұрайды. Мен тұрып, Кендебай сал мен едім, Керқұла атым қолда еді, бауда нұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап беремін. Олар мені қанаттарымен қағып шығып кетеді, мен талып түсем деп жауап береді. 3-ші күні қойшы баланың киімін киіп, қойды бағуға Кендебайдың өзі шығады. Күн батып, қас қарайған кезде баяғы 6 аққу Кендебайдың төбесінен алты айналып ұшып жақындап келеді де, Кендебай сал мұнда ма, Керқұла аты қолда ма, бауда нұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма деп сұрайды. Керқұла атты Кендебай қойшы бала болып, бауда нұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап береді. Сонда аққулар ашуланып, Кендебайды қанаттарымен қағып сабай бастайды. Кендебай біреуінің аяғынан шап беріп ұстай алады. Аққулар ұша жөнеледі. Кендебайдың қолында біреуінің алтын кебісі қалып қояды. Байқап қараса, кебістің бетінде жазу бар екен. Кендебайдан басқа аққуларды бірнеше күн күтеді, бірақ олар келмейді. Содан Кендебай қойшылармен қоштасып үйіне қайтады. Ата-анасына 1 жылдық азық дайындап беріп, сауыт-сайманын киініп, жау-жарағын асынып, азығына 60 құлынның қазысын алып, баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге шығады. Керқұла ат құстай ұшып құйғып барады. Айлық жерді алтақ аттайды. Көз ұшындағы құс қанатын жазып, жерден көтерілгенше Керқұла ат үстінен аттап өтіп кетеді. Теңізді, көл, дарияны, шалшық, тауды қырат құрлы көрмейді. Сонымен Кендебай күн жүреді, түн жүреді, ай жүреді, апта жүреді. Бір жерлерге келгенде аспанмен тірескен биік тау көрінеді. Таудың етегіне келгенде Керқұла атқа тіл бітіп сөйлейді. Достым, Кендебай, іздеген жоғың алыста емес, біреуі емес, екеуі де осыдан табылады. Мына таудан әрі ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы хан қызының кебісі. Баяғы 6 аққу ханның қыздары болатын. Кебіс ең кішісінің кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыптаулы. Оның кілті қолға түспейді. Ол кілт 60 өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген бір зор денелі адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам. Қазір ханның құлы. Сен сол адамға бар да жолына жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің ки де, өз киіміңді оған кигіз. Сөйтіп әлгі адамды азат ет те, сиырды бағып қал. Қазір құйрығымнан бір тал қыл ал да мені қоя бер.
сауыт-сайман, құрал-жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзірге саған менің де құралдың да керегі жоқ. Егер керек бола қалсам, құйрығымнан алған қылды тұтат, сонда мен дайын боламын. Ендігісін барған соң көрерсің. Кендебай Керқұла аттың құйрығынан бір тал қыл жұлып алады да қоя береді. Оның айтқанының барлығын істейді. Малшыны азат етеді, жолына пұл береді. Оның киімін киіп, сиырды бағып қалады. Кешке жақын өзеннен айдап өтейін десе, сиырлар суға түспейді. Кендебай ашуланып, сиырларды сирағынан ұстап алып, бір-бірлеп лақтыра бастайды. Сиырлар өзеннің ортасындағы аралға томпылдап түсіп жатады. Сол кезде мұны ханның кіші қызы судың арғы жиегінде көріп тұр екен. «Ой, оңбаған-ау, қырасың ғой малды, неге күндегідей айрылғырдың суы айрыл деп айтпайсың?» деп айғай салады. Сонда Кендебай «Айрылғырдың суы айрыл» дейді. Өзеннің суы екіге айрылып, ортадан жол ашылады. Сөйтіп Кендебай мал бағып жүре береді. Күндерде бір күн хан өзінің 2 баласын шақырып алып, бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ болып кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер, не болғанын көздеріңмен көріңдер дейді. Мұны Кендебай естіп тұрады. Кешке ханның 2 баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да сол маңайда жасырынып отырады. Біраздан кейін ханның 2 баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң атар кезде бие алтын құйрықты, құндыз жүнді арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де құлынды көтеріп ала жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ұстайды. Сонда оның қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйқыға кіріседі. Ертеңіне таң сәріден хан 2 ұлын шақырып алып, не көргендерін сұрайды. Бие құлындаған да жоқ, еш нәрсе болған да жоқ деп жауап береді. Хан тағы да таң қалып отырғанда, Кендебай есіктен кіріп келіп, «Дат тақсыр» дейді. «Датың болса айт» дейді хан ақырып. Тақсыр, бұлардың айтып отырғандары өтірік, екеуіне көрінбей мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде 2 балаңыз ұйықтап қалады. Таң алдында бие алтын құйрықты, құндыз жүнді құлын туды. Аспаннан бір бұлт түйіліп келді де оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен араласқан үлкен құс құлынды алып кетті де құйрық менің қолымда қала берді дегенде сөздің аяғын күтпей, «Құйрық қайда?» дейді хан. «Тақсыр, сабыр етіңіз, мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой, міне құйрық» деп Кендебай қойнынан суырып алғанда үйдің іші жап-жарық болып кетеді. Ханның балалары ұялып жерге қарайды. «Қазір үшеуің іздеп шығып, құсты да құлынды да тауып келіңдер. Таба алмасаңдар, менің маңымды көрмеңдер» дейді хан. Кендебай өзеннен өтіп алып, құйрықтың қылын тұтатқан кезде Керқұла ат жетіп келеді. Керқұла атты мініп, қару-жарақты іліп, сауыт-саймандарды киіп алып, Кендебай жөнеп береді. Бір жерлерге келгенде ат тағы тоқтайды да Кендебайға: «Анау жалыны аспанға шығып жатқан от дариясы. Сенің баратын жерің сол дарияның ар жағында. Қазір көзіңді жұм. Мен аш дегенше ашпа. Көзіңді ашсаң, екеуміз де өлеміз» дейді. Кендебай көзін жұмады. Сонымен ұша береді. Бір кездерде ең әуелі ыстық лепті, одан кейін ысылдаған желді сезеді. Талай уақыт өткеннен кейін «Аш көзіңді» дейді Керқұла ат. Кендебай көзін ашып жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түсіпті. Аралда алтын құйрықты 8 құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр екен. Керқұла атқа тағы да тіл бітіп, анау аспанмен тірескен бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар.
Ол 6 айда бір рет азық іздеп кетеді де 15 күнде кері айналады. Қазір ол азық іздеуге кетіпті. Оның қайтып келуіне әлі 6 күн бар. Біз оның қолына түспес үшін 6 сағатта 6 айлық жол жүруіміз керек. Менің үстіме мін де алтын науаны алдыңа өңгер. Құлындар алтын науадан қалмай біздің соңымыздан ереді де отырады. Біз құлындарды соңымыздан ертіп отырып, манағы от дариясынан тікелей өте алмаймыз. Айналып өтуіміз керек. Біздің келердегі жолымыздың кетерде алыс болып отырғаны да сол. Бұл жолымызда 3 бөгет бар. Ең әуелі 7 басты дәу кездеседі. Одан соң ақырған арыстанға жолығамыз. Ақырында жолымыздан жәдігөй кемпір шығады. Бұлардың бәрін де жеңу керек. Олар сенің күшіңе байланысты. Ал уақыт оздырмай жүрейік дейді. Кендебай алтын науаны Керқұла атқа өңгеріп алып жөнеп береді. Барлық құлын соның соңынан ереді. Бір уақытта алдарынан бір үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп, қозғалып бұларға қарай жақындап келеді. Бұл 7 басты дәу екен. Кендебай алтын науаны жерге қояды. Құлындар науаға үйіріліп тұра қалады. Кендебай қолына 100 батпан шоқпарын алып, Керқұла атпен дәуге қарсы шаба жөнеледі. Көзді ашып жұмғанша ағып өтіп бара жатып салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып тағы да соғып өткенде екінші басы ұшып түседі. Осылай ерсілі-қарсылы 7 рет өтіп, 7 рет соққанда 7 басы бірдей ұшып кеткен дәу төңкеріле құлайды. Кендебай дәудің көзін ойып қоржынға салып алады. Кендебай қайтып келіп, алтын науаны өңгеріп, құлындарын ертіп жүріп кетеді. Екпініне шаң ілеспей, әйт дегенде 6 қырдан бірақ асып Керқұла ат зымырап келеді. Бұл кезде алыстан арыстанның ақырған даусы естіледі. Кендебай бұл жолы Керқұла атты құлындардың қасына қаңтарып тастап, дауыс шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері 2-3 аттағанда бір леп Кендебайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кендебай арыстанның апандай аузын көреді. Өзіне тартып жатқан соның лебі екен. Кендебай 6 құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды 2 бөліп, Кендебайды арғы жағынан бірақ түсіреді. Кендебай арыстанның азуын қағып алып, қоржынға салады. Ер жігіт тағы да жүріп келеді. Талай белестер, талай таулар бұлдырап артта қалып барады. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басып кетеді. Тек алтын құйрықтардың сәулесі ғана бұлардың жолын жарық қылып көрсетіп тұрады. Сол 2 арада қараңғылық серпіле бергенде сылаңдаған бір сұлу қыз шыға келеді. Кендебай атынан түсіп, қазға қарсы жүреді. Қыз мұның бетіне қадала қарайды да, ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп тынығып кетіңіз дейді. Жәдігөй кемпірдің қыз болып қарсы алатынын, оның ордасына кірген кісінің кері шықпайтынын Керқұла айтқан болатын. Шаршағаным рас, дем алуға қарсы емеспін, бастаңыз дейді Кендебай. Қыз алға түсіп аяңдай бергенде Кендебай қылышын сермеп қалады да, алмас қылыштан от жарқ ете түседі де, дүниені тағы да тұман басып кетеді. Тұман ашылғанда қыздың орнында 2 бөлінген жалмауыз жатады. Кендебай жалмауыздың басын кесіп қоржынға салып алады. Бұл жалмауыздың қарамағындағы жерден ұшқан құс, жүгірген аң өте алмайтын. Оның өлгенін қазір ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерге самырық келмейді. Осы жерде бір 3-4 күн демалайық дейді Керқұла ат. Кендебай сол арада 3-4 күн тынығып, жалмауыздың асыл қазынасын жинап алады да, Керқұла атқа қонып, алдына алтын науаны өңгереді де, алтын құйрықты құлындарды ертіп, аман-есен ханның үйіне келеді. Хан қуанып үлкен той жасайды.
түк таба алмай сандалып, мойындары ырғайдай, сирақтары шидей болып азып-тозып, ханның екі баласы тойдың үстіне келеді. Хан Кендебайды төрге отырғызып, оның аты-жөнін сұрайды. Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым Кендебай. Ел мені Керқұла атты Кендебай деп атайды. Сіздің еліңізге ерігіп келгенім жоқ, жұмыспен келдім. Екі бірдей жоқ іздеп жүрмін, намыс іздеп жүрмін. Рұқсат болса айтайын, дейді Кендебай. Айт балам, айт, дейді хан. Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып, малымызды айдап, қолға түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Міне сол батырды босатуға келдім. Бұл бірінші. Екінші жоғым мынау. Бір күні малда жүргенімде аспанда ұшқан 6 аққудың біреуінің алтын кебісі менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі дейді. Соны табыс еткелі келдім, деп Кендебай оны ханға ұсынады. Хан: дұрыс балам, сіздің елдің малын айдап, батырын байлатып алдырғаным рас. Мергенбай батыр әйелімен екеуі біздің қолда. Зынданда жатқан Мергенбай батырға маған қызмет етсең босатам деп елші жіберіп едім. Қасарысқан батыр екен. Жауыма қызмет істемеймін, бірақ аяқ қолымды босатсын, одан кейін сөйлесем, деп қасарысып жатып алды. Босатуға қорықтық. Ондағы мақсат сені қолға түсіру болатын. Атақ абыройың бізге де мәлім. Сені алдыртып, құлынымды қоймайтын қара құсқа жұмсамақ едім. Өзім іздеп таба алмаған соң, намысы болса іздеп келер деп еліңді шаптырып, батырыңды байлатып алдыртқанмын. Одан кейін де 2 жылдай келмедің. Содан 6 қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің ең кіші қызымның кебісі. Енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Ол мынау: дүниеде 7 басты дәу бар, ақырған арыстан бар, жалмауыз кемпір бар. Осы үшеуін өлтіріп, бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатып беремін, малыңды өзіңе қайтарамын. Кіші қызымды беріп, күйеу етемін. Кендебай Керқұла аттың қанжығасындағы қоржынын алып келіп, арыстанның аузын, жалмауыздың басын, 7 басты дәудің көзін ханның алдына тастайды. Хан риза болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды босатады. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызын Кендебайға қосып, 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, көп сыйлықтар беріп, еліне аттандырады. Кендебай елдің малын айдап келіп, иелеріне табыс етеді. Ата-анасына қосылып, бала қуанады. Баласына қосылып, ата-ана қуанады. Ұлы думан, үлкен той істейді. Батыр тұрғанда елге батып, ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп бүкіл ел Керқұла атты Кендебай батырдың елі деп аталыпты.